Қайырлы күн қыздар, мен бүгін сіздерге ыстықтай желініп кететін өте жұмсақ болып шығатын қаттаманың жасалу жолын көрсетемін. Бір жасағаннан шығатын қаттама нан. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Енді сіздерге жасалу жолын көрсетейін. Алдымен бізге ұн керек және салқын су, бір ас қасық тұз керек болады. Және сұйық май қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, суды ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Бізде жұмсақтау қамыр шығады. Жақсылап басамыз, артық ұн қоспаймыз. 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минуттан кейін алып, жұмыс жасай береміз. Ұн сеуіп, нанымызды ысамыз. Үлкен етіп, жұп-жұқа қылып ысып аламыз. Міне нанымыз үлкен болып шықты. Енді екінші нанымызды да дәл солай ысып аламыз. Қамыр жұмсақ болады. Енді арасына ертілген сармайымызды құямыз. Сармайды барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Үстіне екінші нанымызды салып, оның үстіне тағы да сармайымызды құйып, шетіне дейін жеткізіп, осылай оқтаумен нанды ораймыз. Осылай кесіп аламыз да, нанды үшке ұзынша етіп бөліп кесеміз. Кесілген нандарымызды екі жағынан дөңгелектеп, ортасына дейін екі қаттама нан шығарамыз. Біздерде қатпарлы болып шығу керек. Бүгілген жағын, кесілген жағын астына қарай жіберіп қоямыз. Міне нандарымыз дайын болды. Енді ұн сеуіп, жақсылап нанымызды ысамыз. Қатты қап қалыңда емес, жұп-жұқада емес, орташа қалыңдықта нанымызды жайып шығамыз. Шелпектің көлеміндей болады. Міне осылай барлығын жайып шығасыздар. Ұнды көбірек себе беріңізде ештеңе етпейді. Табамызды қыздырып, үстіне жаңа қалған сармайымызды құйып, нанымызды салып, қызарғанша бетін жауып пісіреміз. Қызарған соң екінші бетіне аударып, тағы да бетін жауып қоямыз. Мен 4-еуін пісіріп алдым, қалған 2-еуін мұздатқышқа салып қойдым. Қатырып қоюға да болады, керек кезде шығарып пісіріп ала бересіз. Қаттамаларым дайын болды. Міне өте жұмсақ. Ыстық күйінде балалар жеп қойды. Өте жұмсақ, дәмді. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған өнер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.